Радий радий атомы альфа ыдырауға ұшырайды. Осы кезде не болады? Альфа ыдырауға ұшырайды деген сөз ол былай болады. 88-де 226, негізі мына жерде пай емес, мынандай ра деп тұру керек. Осылай дұрыс болады. Радий десе осылай болады. Альфа ыдырауға ұшырайды. Периодтық жүйенің бас жағына қарай екі орынға ығысады. Альфа ыдыраған кезде ол былай ғой, альфа бөлшек дегеніміз ол 2-4 гелий атомы. Міне осы альфа бөлшек, бұл теория, бұны жаттау керек. Бұл альфа бөлшек. Альфа бөлшек. Сонда 2-4 гелий атомы енді қосып алу керек. 88-ден 2-ні азайтасыңдар, 86 болады. 226-тан 4 азайтасыңдар, 222 болады. Сонда осындай элемент пайда болады. Және мынау нөмірлер бізде оның период, осы Менделеев кестесіндегі, яғни периодтық жүйедегі нөмірін білдіреді. Мысалы, гелий Менделеев кестесінде периодтық жүйеде екінші тұр. Радий өзі 88-ші тұр деген сөз. Сосын периодтық жүйенің бас жағына қарай екі орынға ығысады деген осы мағынаны білдіреді. 88 болған, енді 86 болады. Міне. Енді әрі қарай сол химиялық элементтің басқа изотопы болады. Міне сол емес, сол шығар. Массалық саны 224 ядро болады. 222 болады. 222. Міне массалық саны 222 ядро пайда болды дейді. Осы дұрыс. Атомдық нөмір 86 болатын ядро пайда болды. Мен аяқта дейді қателіктер кеткен екен. Ядродағы протон саны. Міне осылай болады. Жауап осылай шығады бізде.